Әже бізге ертек айтып берші. Жарайды балаларым, қандай ертек айтып берейін? Мақта қыз ертегісін айтып берші, әже. Жарайды балалар, ертегіні бастамас бұрын арнаға жазылып алыңдар балалар. Ертеде бір үйде Мақта қыз деген қыз өмір сүріпті. Мақта қыздың сүйкімді аппақ жүнді мысығы болыпты. Мақта қыз бір күні үйін сыпырып жүріп, еденнен мейіз тауып алып, Мысығымды шақырсам ба екен, әлде өзім жей салайын ба? Мысығым. мысық оған қарамай кетіп қалады. Мысығы келмегеніне көңілі түсіп, Мақта қыз ойланып отырып қалады. Шақырсам да келмеді ғой, мейлі өзім жей салайыншы. деп Мақта қыз мейізді жеп қояды. Мақта қыз мейізді жеп қойған соң мысық келеді де: Мақта қыз, мені неге шақырдың? Ештеңе емес, жай шақырғанмын. Мысық ашуланып: айтпасаң қатығыңды төгемін. Мысық ашуланып, ыдысты итеріп, қатықты төгіп жіберді. Мақта қыз мысықтың бұл ісіне ашуланып құйрығын кесіп алады. Ал мысық, енді көрдің бе? Мысық өз ісіне өкініп былай дейді: Мақта қыз, мені кешірші, құйрығымды қайтаршы. Қатығымды қайтарсаң, құйрығыңды беремін. Мысық көңіл күйі түсіп, ойлана қорадағы сиырға баруды ұйғарады. Сиыр апа, маған қатық берші. Мен ашпын, қатық алу үшін маған жапырақ алып келіп бер. Жарайды, қазір әкелемін. Ағаш аға, маған жапырақ берші. Шөлдеп тұрмын, су берсең жапырағымнан берейін. Қыздар, маған бір шелек су беріңіздерші. Онда сен бізге сағыз алып келіп бер. Содан мысық дүкеншіге барады. Дүкенші, маған сағыз берші. Жоқ, мен саған сағызды тегін бере алмаймын, орнына жұмыртқа әкелсең жарайды. Тауық апа, маған жұмыртқа берші. Орнына сен маған бидай алып келіп бер. Қап білім ұсталдың ба? Қане, үйіңде бидай бар ма? Алып шығып бер. Ойбой, бұл бәле қайдан шықты? Қой, бидайды беріп сытылып кетейін, жаз бойы жиғаным еді ау. Тышқан бидайды мысыққа береді. Рахмет. Мысық бидайды алып тауыққа барады. Мысық бидайды тауыққа береді, тауық жұмыртқасын береді, жұмыртқаны алып мысық дүкеншіге барады. Мысық жұмыртқаны дүкеншіге береді, дүкенші мысыққа сағыз береді, сағызды алып қыздарға жол тартады. Міне қыздар, сендерге сағыз алып келдім. Міне ала ғой. Деп мысық қыздарға сағыз, қыздар оған бір шелек су береді. Мысық қыздардан су алып ағашқа алып келіп береді, ағаш оған жапырақ береді, жапырақты алып сиырға барады. Мінекей сиыр апа, сізге жапырақтар алып келдім. Енді маған қатық бересіз бе? Рахмет саған мысық, міне саған қатық. Рахмет сиыр. Деп мысық Мақта қызға баруға жолға шығады. Мақта қыз, міне қатығың. Енді маған құйрығымды қайтарып берші, өтініш. Иә, әрине мысық. Мақта қыз мысыққа құйрығын жалғап береді. Мысық құйрығын ары-бері бұлғандатып қуанады. Мақта қыз бен мысық екеуі қайта достасып кетеді. Міне балалар, ертегі осымен тәмам. Ертегі ұнады ма балаларым? Иә, өте қатты ұнады, әжетай. Ал сендерге ше балалар, ертеңгі ұнады ма? Ұнаған болса арнамызға жазылып, лайк баса қойыңдар.